Сәлем достар, сіздермен осындай жаңадан шыққан Милка тортының рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, күшті болып шығады. Бізге 6 жұмыртқа керек болады, эспер категориялы. Үстіне 200 грамм шекерімізді салып, жай жылдамдықта 3-4 минут аралығында миксерлейсіздер. Қатты қосып жүрмеңіздер, өйткені біздің тортымыз шықпай қалуы мүмкін. Көріп тұрғандарыңызда жай жылдамдықта миксерледік. Содан кейін қосасыздар. Сіздерде егерде ручной миксер болса, ұзақтау болуы мүмкін. Жайлап бастап, сосын қатты жылдамдыққа қосасыздар. Бізде 9-10 минут аралығында миксерледік. Үстіне 100 грамм жылы сүтімізді қосамыз. Бөлме температурасында тұрған 60 грамм сұйық майымызды қосамыз. 200 грамм ұнымызға 2-3 ас қасық какаомыз салып, жарты шай қасық қопсытқышымыз салып, жақсылап осылай араластырып, алдын ала ситадан өткізіп алдым мен. Сосын 2-3 бөлікке бөліп, осылай венчиктің көмегімен, я болмаса силиконовый лопаткамен былғайсыздар, астынан үстіне дейін. Қатты былғасаңыздар, массамыз отырып қалуы мүмкін. Жай осылай жаймендеп былғайсыздар. Көріп тұрғаныңызда 2-3 бөлікке бөлдім мен. Түйірі қалмау керек. Бізде осындай күшті пышный масса болды. Осындай 30-35 диаметрлік болса да, әсел пештің противендерінде кез келген противенге салып пісірсеңіздер болады. Алдын ала қыздырылып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әрқалай, қарап тұрып пісіріп алыңыздар. Біздің бисквитіміз пісіп шықты. Суытамыз. Мен осындай Кокинг фирмасының творожный сырын алдым. 200 грамм. Үстіне 150-200 грамм шекеріміз салып, жақсылап бірінші миксерлеп аласыздар. Сол кезде сіздерде түйір ештеме қалмайды. Жақсы болып шығады. Миксерлесеңіздер. Үстіне 500 грамм 33% сливкиімізді құйдық. Кез келген сливкиді қолдана берсеңіздер болады. Жай жылдамдықта бірінші миксерлейсіздер. Қарап тұрып, массамыз көтерілген уақытта қатты жылдамдыққа қосасыздар. Бізде осындай крем шықты. Одноразовый пакетімізге салып, жаймендеп осылай кесіп алдым. Өйткені менікі үлкен болып шықты. Кішкентай шағында болып кессеңіздер жарайды. Осылай салып шығамыз да кремімізді жағамыз. Сливки, сгущенка, қаймақ қосып жасасаңыздар болады. Пломбирный крем сияқты болады. Нағыз творожный сыр болмай қалған жағдайда, ауылдық жерде тұратын кісілер болса, таба алмаған жағдайда сгущенка, қаймақ қоссаңыздар жарайды. Сгущенка 200 грамм, қаймақ бір 200 сондай граммдай қоссаңыздар күшті болады. Осылай водяной баняда шоколадымызды ертіп аламыз. Менде молочный Яшкино шоколад. Осылай бетіне құйып шығамыз. Жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.